Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып ол пищевые волокна, яғни клетчатка туралы болатын болады. Сіз естулеріңіз бар шығар, фитнес инструкторлар, дәрігерлер, клетчатка жеңіздер, клетчаткасы бай тағамдарды жеңіздер. Оны дұрыс тамақтануының бір ключевой бір несі кілті деп айтады, яғни шешуші рөл атқаратын клетчатка деп айтады. Ол не үшін, қандай жанама әсерлері бар, және де қанша көлемде оны күніне жеу керек, балаларға немесе ересектерге деген сұрақтарға мен жауап беретін боламын осы видеода. Сондықтан менімен болыңыздар. Сіздермен бірге гастроэнтеролог Карашашева Гүлайым Боладовна. Мен сіздерге бүгін тағы бір пайдалы видео шығармақшы болдым. Өйткені, мысалы, менің пациенттерімнің арасында іш қатуымен зардап шегетін пациенттер бар, Мен оларға клетчатка жеген маңызды, ол керек деп түсіндіремін. Оларға ең маңызды рөл сол болады. Және де екінші топ пациенттер ол, мысалы, өтінде қойылған науқастарда көбінесе өтті сұйылтуға бейім заттардың ішінде клетчаткада маңызды рөл болып келеді. Бұл пищевые волокна немесе клетчатка не үшін біздің ағзаға керек? Өйткені олар ағзаға түскеннен кейін олар ешқандай өңделмейді, ешқандай сіңбейді ағзаға. Сонда оның рөлі қандай біздің ағзада? Ол несімен бізге жақсы әсер етеді? Көп жағдайда біз жаңа клетчатканы неден алсақ, жемістермен көкөністен алсақ, мына супермаркетте тамаққа қосып, айран, йогуртқа қосып, осындай дайын клетчаткаларды жеуге болады. Бірақ бұл клетчаткалар көбінесе жаңа ішке бу шақыру мүмкін, метеоризм шақыру мүмкін. Сондықтан іш қатуымен осы айтылған шағымдар бар адамдар болса, онда лучше подорожнигі бар клетчатка жеген дұрыс. Қараңыздар, бұл клетчаткалар, пищевые волокна біздің ағзаға түскеннен кейін ол өңеште ешқандай процесске бармайды, асқазанға ешқандай процесске бармайды. Одан кейін шекке түскенде, тоқ шекке түскенде ол өзінің әсерін тигізеді. Шағын эксперимент көрсетейін. Суының ішінде біз клетчатка құрамы бар отрубиді саламыз. Яғни іш қату кезінде біздің ішекте қандай реакция болады, соны көрсету мақсатында осы эксперимент. Көрдіңіздер ма, суды өзіне тартып алған отруби, яғни клетчатка көлемі ұлғаяды. Одан кейін ол ішекте жаңағы ішектің қабырғасын тітіркендіру арқылы перистальтиканы, яғни тамақтың жылжуын шақырады. Соның арқасында ол шығады тезірек, яғни ішіміз өтеді. Іш қату кезінде тура осылай болады. Екінші рөлі ол біздің жаңағы толсты кишечнигі, тоқ ішегіміздегі ішкі қабатында клеткалар бар, энтероциттер, яғни сол тоқ ішектің бүтіндігін бізге қамтамасыз ететін клеткалар бар. Сол клеткалардың арасында бір-бірімен клеткалардың арасында байланыс бар. Бізде қандай фактормен ол өз жүйесін сақтап тұрады, пищевые волокнаның арқасында. Яғни сіз сол тамақты жесеңіз, клетчаткасы зор, бай тамақты жесеңіз, ол біздің микрофлорамыз, яғни тоқ ішекте өмір сүретін 2 килограммдай жуықтап санағанда бактериялар өмір сүреді. Сол бактериялар сол клетчаткамен тамақтанып, оларда тірі ағза болғаннан кейін олар өнім шығарады. Біз мысалы үлкен дәрет бар, бізде кіші дәрет бар деген сияқты, оларда да метаболизмдік өнімдер шығарады. Сол өнімдердің арқасында жаңағы байланыстар қатты болады. Сондықтан бізге өте маңызды дисбактериоз кезінде восстановление, және де осы клетчатканың болуы тамақпен бірге, ол біздің тоқ ішегіміздің клеткаларына өте пайдалы.
Енді қараңыздар, қанша мөлшерде біз пищевые волокна немесе клетчатка жеу керекпіз. Біздің американдық және европалық консенсустардың тұжырымы бойынша бізде ересек адамдарда күніне 25 грамм-35 грамм жаңа осындай көлемінде жеу керекпіз. Ал кішкентай балаларға 2 граммдай жеткілікті. Яғни кішкентай бала дегенде енді оның жастары жасына қарай көбейе түседі. Мысалы 15-16 жастағы балаларға уже 10 грамм деген сияқты, 8 грамм. Енді бұл жобалап айтып тұрмын. Өйткені нақты 2 грамм кішкентай балаларға 5 жасқа дейін, ал ересек адамдарға уже 25-30 граммдай. Енді мына таблицада көріп тұрғандай, көкөністер мен жемістердің құрамында қаншалықты тағам талшықтары бар екені осы таблицадан көруге болады. Мысалы, орта алманы алсаңыздар бір штук, оның ішінде 4,4 грамм клетчатка бар. Бір бананның ішінде 3,1 клетчатка бар. Немесе бір апельсин ішінде 3,1 грамм, 1 грамм клетчатка бар. Міне орысшасы бар. Курагада без косточек 100 грамм курагада 13,7 клетчатка бар. Егер сіз таңертең 200 грамм курага жесеңіз, уже 27,4 болады, грамм. Яғни сіздер уже тәуліктік дозаны жеген деген сөз. Енді пищевые волокна, клетчатка білдік. Қандай заттар екен, ағзаға қандай пайдасын әкеледі екен, қандай көлемде жеу керек екен, қандай продуктілерде ол болады. Енді оның екі түрін айтайын. Сіңірілетін, яғни еритін және ерімейтін. Ерімейтін пищевые волокнаға бізге тамақтық талшықтар дейді қазақша. Оған не кіреді? Оған бізде көбінесе зерновой, яғни дәнді дақылдардың ішінде болатын пищевые волокна, тағам талшықтар жатады. Ал еритінге бізде көбінесе жаңағы көкөністер және де шөп-шалаң, жаңағы нелер, жеміс-жидектерде болатын, және де бобовый, яғни нут, фасоль, бобы, солардың ішінде болатын пищевые волокна бізде еритін болып табылады. Осының қайсы жақсы? Бізге адам ағзасына еритін жақсы. Ермейтін жаңағы нелер пищевые волокна ол кішкене қиындау болады. Яғни ол көп бізге пайдасын бере бермейді. Еритін тағамдық талшықтардың арасында біз көп жегесек, көбінесе іштің кебуі орын алады. Метеоризм, енді ауа шығарады деген сияқты, газ шығарады адамдар. Көбінесе сол іштің кебінуінің арқасында кәдімгідей андай ауырсынуға да алып келуі мүмкін. Яғни біз оны істемеу үшін қандай рекомендация істеу керек? Бірінші, сразу жеуге болмайды тамақты. Яғни біз айттық, мысалы, бір банан, 2 алма, 1 морковь жедік, мысалы, соны сразу жеуге болмайды бір күнде. Яғни біртіндеп әр күнге кішкенеден қосып отырасыз. Мысалы, бүгін бір банан жедіңіз ба, ертең сол бананға алма қосасыз. Үшінші күні оған свекла қосасыз деген сияқты, немесе шөп-шалаң қосасыз. Ал екінші рекомендация ол сіздерге обязательно егер сондай егер сізде бір ішіңіз кеуіп, соны мазастанып жүрсеңіз, газ көп шықса, онда сізге псилиум деген жақсы не бар? Пищевые волокна, немесе клетчатка. Оның ішінде подорожник деген шөптің несі құрамындағы пищевые волокна бар. Сол өте жақсы көмектеседі, және де ол ең жаңағы жалпы рекомендация ретінде іш қатуы бар адамдарға өте жақсы көмектеседі. Және де ол более безопасный болып табылады. Ал жемістердің арасында ішті кептірмейтін, және де кептіру болса да аз мөлшерде өз әсерін алып келетін жеміс ол киви. Зерттеулердің нәтижесінде осы киви жемісі ересек адамдарға бір киви 30 килограммға, мысалы сіз 60 килограмм болсаңыз, онда сізге күніне 2 киви жеген жеткілікті. Және де бұл
іш қатуды жақсартатын әдістердің бірі, іш қатуға қарсы әдістердің бірі осы. Осымен бүгінгі ақпарат бітті. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, немесе белгілі бір заттарды сізге талдау керек болса, тағамдарды, немесе белгілі бір дәрілерді талдау керек болса, комментарийға сіздер жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін, немесе видео түсіремін. Және де екінші мәселе, мен сізден подписка, лайк, подписка және де будильник батырмасын басуыңызды сұраймын. Бұл маған үлкен қолдау. Сол үшін менің еңбегімнің бір жемісі ретінде осы қолдауды маған беріңіздерші. Және де мен бұл ақпараттар көп курстарда ақылы түрде беріледі. Мен сіздерге теп-тегін беріп жатырмын. Просто тыңдап, мұқият тыңдап, қайтадан қарап, өзіңізге конспект жасаңыз, өзіңіз білесіз, сіздің жағдайыңызда не керек екен. Яғни бұл инструменттер жұмыс істейді, және де өте сенімді ақпараттар, дәлелденген. Сау болыңыздар.